Күндердің бір күні Масғұт уәзір атанған шағында түсіне қыдыр кіріп, пәлен күні жауын жауады. 7 күнге ұласатын сол жауын суынан кесапат келер. Алдын алып, қамын жегейсің шырағым деп аян береді. Ояна салысымен хабарды тізген ұшымен ханға хабарлайды. Мұнан соң хан ордасы жетерлікті етіп, таза судан қорға сақтап қояды. Айтқандай көп ұзамай жауын жауып, әр тамшысы тиген өзен көлді лайлап жатты. Судан ауыз тиіп, бір күннің ішінде ақылынан алжасқан жұрт тамақ ішумен ұйқыны ұмытып хан ордасына басып кіреді. Халықты сабырға шақырып, ақыл айтпақ болған ханды есірген жұрт жындыға болып, іс-шара қолдануды ойластырады. Сөйтіп, ханымыз жынданды, оны өлтіруіміз керек деп, хан ордасына екінші мәрте басып кіреді. Мұны көріп қатысасқан хан мен уәзір ақыл таппай не істерін білмей, ақырында өздері де жынды суды ішіп, жынданып кетеді. Мұны көріп, жынданған халықтың жаны жай тауып, қателескен екен біз деп, сабасына түсіп, хан ордасынан тарасады. Түйіндеп айтар болсақ, көп есер бір естіні жынды қылды. Дәл осы мысал сияқты көптің сөзіне еріп, хақтың жолынан таятындар қаншама.